Менің өмірлік ұстанымым ол ұлы Абай атамыздың өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деген даналық сөзі. Бұл менің монологым. Менің монологым бағдарламасының басты мақсаты жалпы өнер адамдарын, сахна саңлақтарын халыққа жақындату. Солардың өнері мен өмірі туралы хабардар ету және 2017 жылдың 12 ақпаны күні алғашқы түсіріліміміз жарық көрді. Ол кезде біздің директорымыз Татанов Әлібек Жартайұлы болатын. Ең алдымен ой салғанда сол кісі болатын. Шақырып алып, қызым қай тақырып өзіңе жақын, қандай бағдарламаны жасағың келеді, қандай бағдарламаны жүргізгің келеді дегеннен кейін ойландым. Жаныма жақын дүние осы өнер болғандықтан, өнер адамдары, сахна саңлақтары туралы жалпы бағдарлама жасайын деп. Содан кейін бірден келісті және дәл осы бағдарламаның атын да ойлап тапқан сол кісі болатын. Идея менен болғанымен, Айдар тағып берген сол кісі болды, менің монологым деп. Негізгі фонда дейді ғой, негізгі алдыда тұруға тырыспайым бұл бағдарламада мүлде. Тек көрінбеуге тырысам, кей жағдайда подсъемка деп жатамыз біздің тілде, арасында көрсетіп қалады. Енді тыңдап отырғаныңды, бірақ көбіне көп сол өнер адамы өзі көрінсе екен, сол кісі өзінің өмір туралы өзі айтса екен деп барынша мысалы монтажда да бәрінде сол кісіні көрсетуге тырысамыз. Осыған дейін менің монологым бағдарламасының 30-дан аса түсірілімі болған екен, жарыққа шыққан екен. Санап қарап отырсам, ең алғашқы кейіпкерім Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қонысбек Бегайдаров пен мәдениет қайраткері Зәмзагүл Бегайдарованың монологы болды. Ол кісілердің отбасымен жақын таныстым. Сол кісілердің арқасында мен өнер адамдарына деген бір жақындықты сезіндім. Олар менің аға апаларым секілді болып кетті. Олардан алғаным көп негізі. Шара Мүсілова мәдениет қайраткері, одан кейін жаңағы ауылдарды, аудандарды аралау барысында Айтмұхамбет Сейдахметов Амангелді ауданынан, Кенжегүл Қабақова, жаңағы үлкен апаларымыздан Жұлдызайым Олжағұлова, одан кейін жаңағы мысалы Алтынсарин ауданына барған кезде Нағашыбай Алпысов ағаларымызды жазып келдік. Олардың барлығы енді елге еңбек етіп, өзінің жаңағы еңбегінің жемісін көріп отырған адамдар. Халықтың алдына ертең шыққаннан кейін не деп айтам мен? Сол-ақ өкінішті. Біздің байлығымыз мінекей, біздің бала шағамыз. Ең алдымен арқа әуендері бағдарламасын берді. Ол кезде бұл жерлес композиторларымыздың әндерін насихаттау, тарихымен танысу болатын. Бір жыл түсірілді, 20-дан аса шығарылым болды. Арқа әуендері мен авторы емеспін, мен тек қана жүргіздім. Дегенмен әрбір бағдарламада әннің қайырмасын немесе жаңағы куплетін деп жатамыз, міндетті түрде өзім орындайтынмын. Және сол әнді мен сезінетінмін сол кезде. Авторлармен, үлкен композиторлармен жұмыс істедім. Қалибек ағамыз, Дербзалдин, Бақытжан Сәуекенов ағамыз, Бақытжан Мұқашев, Жұмағали Өмірбеков, күйші ағаларымыз барлығымен бірлесе, Айтбай Мұздаханов ағамызды қалай айтпай кетуге болады. Сөйлесіп, ағаларым ретінде, өмірде де қазір, өнерде де қолдап жүретін жандардың бірі. Ол бағдарламада да өз мақсатына жеткізе алдық деп ойлаймыз, өйткені көрермендерден де оң пікір болып жатты. Арқа әуендері бағдарламасын жүргізген кезде, бұл кезде мен әлі 4-ші курста оқып жүрдім, жоғары оқу орнында. Сол сәтте бізге берілген тапсырма дипломдық жұмысты дұрыс жазу болатын. Сол кезде мен Бақытжан Байқадамов ағамыздың Айгөлек әнін алдым. Бұл арқа әуендері бағдарламасының тақырыбы болып табылды, және ол менің дипломдық жұмысымның тақырыбы болатын. Бақытжан ағамыздың 100 жылдығы болатын. Соған байланысты практикада жүріп осы бағдарламаны түсірдім. Дипломдық жұмысымды да қорғауға барлық материалдарды жинақтап алдым, сөйтіп монтаждап бір оқпен 3 қоянды атқан сәтім болған. Қайырлы күн!
Арқаның арқалы әндермен мақтанатын ардақты көрермендер, бүгінгі бағдарламамызға арқау болған, өздеріңіз алғашқы нотасынан ақ бірге шырқап отырған Нығмет Баймұхамбетовтің сөзіне жазылған жерлес композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, еліміздің хор капелласының негізін қалаушы Бақытжан Байқадамовтың Айгөлек әні. Менің кішкентай балалық шақтағы арманым ол әнші болу болатын. Әнші болу арқылы ғана мен экраннан түспеймін деп айтатын. Сол арманым орындалды, өйткені мені осы телевидениеға алып келген, журналистика саласына алып келгенде менің өнерім болды. Тобыл таңы таңғы ақпарат сазды бағдарламасына Бауыржан Бөгенбай ең алғаш қонақ ретінде шақырды, терме деген тақырыпта. Өйткені соның алдында патриоттық ән байқауында екінші орынды Қанжығыма байлаған сәтте қонақ ретінде шақырды. Және осы Тобыл таңы бағдарламасынан кейін келесі күні бас редакторымыз, біздің сүйікті апайымыз Абдрахман Өкілті Камалқызы хабарласып тұр. Қызым, сен бізге келіп кетсей, жұмысқа тұр, біз сені күтеміз деп. Сосын келесі күні ақылдасып сөйлескеннен кейін айтам. Енді бұндай бақыт екінің біріне бұйыра бермейді ғой. Бұл маған берілген үлкен мүмкіндік шығар. Бағымды сынап көрейін. Егер менің қолымнан келмесе, бұл менікі емес. Мен кетіп қала аламын. Мені ешкім ұстамайды. Ал егер бұл менің дүнием болса, онда мен осында қалам, жұмыс істеймін деген ойда болдым. Кейін уақыт өте келе бұл менің жаныма жақын дүние екенін бірден ұқтым. Содан кейін Тобыл таңы бағдарламасын жүргіздім. Менің ең алғашқы тәжірибе жинақтаған бағдарламам сол болды. Таңғы 5-те 4-те тұру негізі бастапқыда қиын болатын, одан кейін үйреніп кеттік. Қайырлы таң, қымбатты көрермендер. Доброе утро, наши любимые телезрители. Байланыс телефондарымыз 54-39-04. Доброе утро, вы в прямом эфире. Ведь я у вас учусь. Я лично учусь у вас, что говорить, как говорить, где говорить. Осы орайда бізге тағы да бірле қонақтарымыз келіп жайғасты. Первый вопрос викторины: когда Всемирный день театра? Второй вопрос викторины: назовите самый большой театр в мире. Дүйсенбі мен жұма аралығында таңғы сағат 7-ден 9-ға дейін ең қызықты, пайдалы, көңілді, әрі танымды таңғы ақпаратты сазды Тобыл таңы бағдарламасы. Осыған дейін Тобыл таңы бағдарламасын енді қанша рет шыққанымды есептеп көрмеппін. 3 жыл эфирге шықтық қой. Бірақ одан кейін арқа өндерінде 20-дан аса бағдарлама түсіріппіз. Менің монологым бағдарламасында 30-дан аса, ал ең көбі жаңағы жарқа шыққанына осы 2017 жылдың қазанынан бастап болғанымен де 45 бағдарлама түсіріп көрермен назарына ұсынған екенбіз. Ол жаңағы ұлттық құндылықтар мен отбасындағы тәрбие тақырыбын қозғайтын, көбіне әлеуметтік тақырыптарды қозғайтын Ақ орамал бағдарламасы. Бұл енді мен үшін ең жақыны деп айтсам қателеспейтін шығармын. Өнерге жақын болғанмен әлеуметтік тақырыптар ол бәрімізге ортақ тақырып. Әрі оның арасында мысалы көпшілікке көмектесіп жатсаң, жаңағы сенің әсеріңнен біреуге қолдау тауып жатса, біреу ауруынан айығып жатса, бұл үлкен мәртебе, үлкен жеңіс деп санаймын. Ақ орамал бағдарламасы осы 2017 жылдан қазан айынан бастап жарық көрді. Ең алғашқы тақырыбымыз мерейлі отбасы деп алдық. Бізде жаңағы батыр аналарымыз да болды, алтын құрсақты. Одан кейін әртүрлі әлеуметтік тақырыптар қозғалды. Қазіргі үлкен өзекті мәселелер бұл аналар үйі, балалар үйі, жетімдер үйі, қарттар үйі, осы тақырыптардың бәрі қозғалды. Мүгедек жандарға көмектесу барысында жұмыстар атқарылды. Көмекке зәру жандарды халықтың назарына ұсындық. Бұл енді мақтаныш ретінде емес, әйтеуір біреу болса да қол ұшын беріп көмектессе, бұл біздің мақсатымыздың, арманымыздың орындалғаны ғой. Бұл мүлде менің идеям емес, бұл мен авторы емеспін Ақ орамалдың. Қазақстан ұлттық арнасынан келіп түскен тапсырма, басшылық өздері ақылдасты, мен тек жүргізушісімін. Ал бірақ осының ішіндегі кухнясы дейміз ғой, оның барлығын дайындайтын өзіміз, біздің ұжым. Тақырыпты өзіміз таңдаймыз, ақылдасамыз, қонақтарды өзіміз шақырамыз, сценарийді өзіміз жазамыз. Жаңағы әлеуметтік роликтар болатын болса, немесе сауалнамалар болатын болса, кейде қыздар көмектеседі, келетін, бізге практикаға келетін, стажировкаға келетін қыздардың бәрі көмектеседі, атсалысады. Әріптестеріміздің рөлі орасан зор, өйткені монтаждайтын монтажерларымыз бар, түсіретін операторларымыз бар. Апта сайын осы бағдарламаны түсіріп отыру барысында олардың да пікірін тыңдаймыз. Кейбірі айтып жатады, кейде
кейде осы тақырып ашылмай қалды ма, мүмкін мынадай сұрақтар қосып жібереміз, немесе кейде айтып жатады, я шын мәнінде көңілден шықты, тақырып ашылды толығымен, айдана мүмкін мынандай тақырыпты алармыз дегенде ойларды көріп жаттық. Сондықтан бұл бірлесе жеткен жеңісіміз, бірлесе жасаған жұмысымыз деп ойлаймын. Көрермендер Ләйлә Сұлтанқызының әйел бақытына ұқсады деді, сол секілді жүргізесің дегенде пікірлер айтылды. Енді мүмкін ол да бар шығар, өйткені әйел бақытын қарайсың, тақырыптарымыз мысалы сәйкес келуі мүмкін, өйткені әлеуметтік тақырып, бәрімізге ортақ тақырып. Қарадым ол кісінің де бағдарламаларын, бірақ менің жаныма жақын ол Сәуле Абидинова апамыздың жүргізетін Ақ жүнісі болатын. Мен сол кісінің бағытымен жүргім келді. Одан кейін мен үшін журналистерден ұнайтыны Дана Нұржігіт, дара жолын көп қарайтынмын. Сол кісіден сұрақтарды мен алатынмын. Егер де мен өзім ойымды жинақтай алмай, сұрақты қалай қоям дейтін болсам, сол кісінің бағдарламасын қараймын, содан түйгенімді алып жасайтын. Енді ол тақырып өзге болғанымен, жаңағы стилі, жүргізуі, өзін ұстауы, сол кісіден үйрендім. Және тағы бір мен үшін бір ерекше журналист, ол айтуға оңай, және Қарекет бағдарламасының авторы, жүргізушісі Бейсен Құранбек болды. Ол кісі біздің директорымыз Еркін Таңатқанұлы басқарған уақытта бізге түрлі журналистерді алып келді, үлкен ағапаларымызбен сөйлестік, пікір таластық, жаңа ойымызды бөлістік. Сол кезде ең ұнағаны маған сол Бейсен ағамыз болатын. Тіпті әзілдесіп айтып жатамыз, сол Жетісуға келінді болып кете жаздағам. Құда түсіп кетті ол кісілер бір сөзбен айтқан кезде. Ол әрине әзіл. Жетісу арнасына да шақырды. Енді мен ол кісінің ешқандай бағдарламаларын назардан тыс қалдырмаппын, қарап отырам. Және содан кейін, сол кісінің бағдарламаларын қарағаннан кейін, менде де сондай мақсат ой келді. Әйтеуір біреуге көмектессем, бұл менің адамдық борышым шығар, мүмкін, парызымның өтелгені деп. Сол Бейсен ағадан кейін, жаңа бағдарламаларын қарағаннан кейін, маған студенттерім айтады, Айдан апай, сіздің жүргізу стиліңіз Бейсен Құранбекке ұқсап кеткен секілді деп. Бұл мен үшін мақтаныш. Армардақтағы ағайын, эфирдегі Орамал ток-шоуы, студияда Айдан Өміржан. Олар тағдыр тәлкегіне тап болды, бірақ Бірінші болғанды ұнатамын енді өзім. олар өмірдің сынағына түсті, бірақ Өте ризамын өмірімге. олардың өмір сүретіне кепілдік болған жоқ, бірақ Енді біздің әнұранымыз шырқағанда, артында біздің туымыз желбіреткенде, сондай сезімдерді сөзбен айтуға болмайды. бәрекелді, сені мақтан тұтамыз. Олардың адам қатарына қосылатынына күмәнмен қарады, бірақ ешбір назар аудармағаны өзім ыңғайсыз жағдайда болдым, бірақ Малика олай сынған жоқ, майысқан жоқ. Сондықтан да ол мықты қыз, мойымаңыз. Сіз Гүлбан апай жаңа айтып кеттіңіз, мен кімге керекпін? Сіз қазақ жеріне, қазақ еліне, қазақ жұртына керексіз, бізге керексіз. Сондықтан да ешқашан сынбаңыз, мойымаңыздар. бірақ олар қиындықты жеңгендер. Балаша жау таңдайсың, сезілер шаршағаның апау жанарыңнан. Осында жетістікке жетуім, бұл әрине менің ата-анамның, бауырларымның арқасы. Отбасым қос бәйтерегім деймін. Ата-анам, бауырларым, туыстарым, достарым, әріптестерім бәрі қолдайды әрқашан. Және сол кісілердің арқасына, мысалы, анам мені кішкентайымнан жетектеп өнерге алып келді. Негізі шындығын айту керек, мектепті мен алтын белгіге аяқтадым. Сол кезде бәрінің сұрағы, мен одан кейін алтын белгіні алғаннан кейін музыкалық білім мамандығына оқуға түстім. Сонда бәрінің сұрағаны, неге сен басқа жаққа кетпедің, неге шетелге кетпедің, неліктен музыкалық білім таңдадың? Бұл менің жаныма жақыны, оны ешкім өзгерте алмайды. Бұл менің қалауым, бұл менің таңдауым. Ата-анам ең бастысы оны қолдады. Одан кейін енді жоғары оқу орнында қызыл дипломға аяқтадым. Бірақ оның нәтижесі еңбегімнен көруге болатын шығар. Ата-анамның арқасында жаңағы кішкентай кезімде барлық концерттерге қатысып жүрдім. Сол кезде алтын микрофон, халықаралық бозторғай байқауларын жеңдім. Бұл да бір үлкен жетістік. Бірақ бір өкініштісі, жоғары оқу орнында оқып жүргенде бізге кәдімгідей қатаң тәртіп болды. Тек қана дұрыстап оқисыңдар, жақсы оқисыңдар деп. Сондықтан үлкен байқауларға қатыса алмадым. Мүмкін ол менің кішкентай өкінішім шығар. Бірақ
осы бағдарлама арқылы ата-анама, бауырларыма, туыстарыма және әріптестеріме көп рахмет. Сол кісілердің арқасында осындай адам болдым деп ойлаймын. Өйткені өмірдегі басты мақсат ол айтады ғой, атаның баласы болма, адамның баласы бол деп. Менде бір қап әттеген-ай дегенде тұстарым болды. Бұл жаңағы ол кезде бізде Дәурен Даребек бас редакторлық қызмет атқарды. Ол кісі өте жаңағы жастарды қолдайтын жандардың бірі және жол көрсетіп отырады. Өйткені әрбір саланы журналистиканың ішіндегі, мысалы, операторлық болсын, монтажердің қызметі болсын, барлығын жетіп білетін ол кісі, меңгергентін айтып отырады. Мысалы, жаңа монологтың ең алғашында бізге мысалы қара план кетіп, бізде черный план дейміз. Оны бізде жаңағы қателікке балайтын, оның алдында оны қоюға болмайды деп айтатын болса, сол кезде бізге түсіндіргені жаңағы deep to black эффектісін қолданған кезде бұл нағыз фильмге, киноға, бағдарламаға қолданылатын эффект деп айтты да. Содан кейін менің миымда қалып қойды ол дүние. Мен әрдайым барлық бағдарламаларымда, менің әріптестерім білетін шығар, монтажерлар, deep to black пен міндетті түрде кроссты қоямыз. Кейбір сәттерінде әрине. Бір өкініштісі сол кісі болған кезде біздің елге, Қостанайға, Қазақстан композиторлар одағының төрайымы Балнұр Қыдырбек апамыз келді. Мен ол кісіден монологын жазып алдым. Бірақ келесі күні монтажға отыратын уақытта неге екені белгісіз біз мүлде таппай қалдық. Дәл осы апамыздың монологын мен жарыққа шығарғым келді, бірақ өкінішке орай, енді техниканың аты техника ғой, ол ақаулар міндетті түрде болады. Өшіріліп қалған, біз оны мүлде таппай қалдық. Және тағы бір өкініш, ол мысалы монологты жасағанда барлық ынта-жігермен монтаждайтынбызда кейбір монологтар болды, енді ол уақыттың аздығына байланысты. Кейде басқа бағдарламалар бар ғой, енді соларға жүгіріп жүрген сәтте кейбір монтаждары басқалармен салыстырған кезде төмен деңгейде болып қалды да. Соларға бір уақыт берсем, маған қайтадан оларды жақсылап тұрып монтаждап дұрыстап жасап эфирге беретін деп ойлаймын. Бірақ енді бәрі де ойдағыдай болуы мүмкін емес. Қателеспеуге тырысамыз. Мен даланың қызымын тайынбаған, жайлаудай кең көңілмен пайымдаған, жүргегім бобыраған көк шалғына бесігім боп тербеткен сайын далам. Мен даланың қызымын еркін өскен, жұбарына қырлардың елтіп өскен. Содан болар сүйемін кең даламда, сыбырласып, сырласып самал ескен. Менің монологымды өнер адамдары мен сахна саңлақтары турасында болғаннан кейін көп ойландым. Менің монологымның болуы қалай болады? Өйткені мен әлі жаспын, әрі журналистпін. Содан кейін ойлана келе осы бағдарламаның бір соңғы нүктесін қою мақсатында және нәтижесін шығару, жалпы менің түйгенім автор ретінде соны бір халыққа жеткізсем, біздің бағдарламаны көретін көрермендер бар. Сол көрермендерге әрдайым бізбен бірге болғандар үшін алғыс айтамыз. Әрдайым Қостанай арнасы қосулы болсын. Сіздердің де монологтарыңыздың болуы әрине мүмкін. Бар әрине. Бірақ оны жарыққа шығармау өз қолыңызда. Ол үшін міндетті түрде өз ісіңізге адал болуыңыз керек. Сол адалдықтың арқасында нәтижесін, жемісін көретініңізге сенеміз. Бұл менің монологым.